қазан айының бізде предтесті. Яғни келесі сабақ файнал. Бүгін сол файнал тестке ұқсас есептерден құралған предтест тестіне шолу жасаймыз. Давайте. Бірінші. Мына жерде жақшадан басталады. Бұл бірінші амал, сосын мына көбейту екінші амал болады, сосын мына қосу үшінші амал болады. Оны барлығын білесіңдер. Бірінші амалды жасайтын кезде 3 азайтылған 2 деп ең алдымен бүтін сандар бір-бірінен азайтылады, 1 бүтін болады. 3 пенен 5-тің ортақ бөлімі 15 деп жазамыз. 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ке бөлсек 3 болады. Сонда мынау 5, мынау 3, 5-тен 3-ті азайтатын болсақ 2 шығады. Енді қараймыз, мынау сонда бізде жақшаның ішінде 1 бүтін 15-тен 2 деген сан шықты да, ол санды мына 4-тен 3-ке көбейту керекпіз, дұрыс қой. Көбейту үшін аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда 1 бүтін 15-тен 2 дегеніміз ол 15-тен 17 болып жазылады. Көбейтілген 4-тен 3 дейміз. Тең болады. 15 пенен 3 қысқарып, мына жақта 5. Дальше еш нәрсе қысқармайды. Тек қана мына 5-ті 4-ке көбейту ғана қалады. Астында 20, үстінде 17 болады. Сонда 20-дан 17 шығады екен. Қай жерге дейін? Ол мына жерге дейін, қосу белгісіне дейін. Дұрыс қой? Енді қосу белгісін жасайтын кезде біздер просто не істейміз? 20-дан 17 деген санымыз шықты қосуға дейін. Қосудан кейін 8 бүтін 5-тен 1 тұр. Мен бірақта 5-тен 1-ді 20-дан 4 деп бірден ортақ бөлімдерін бірдей қылдыр жазсам болады. Себебі 5-ті 20 қылдыру үшін 4-ке көбейтем. Үстіндегі 1-ді 4-ке көбейтсем 4 шығады. Сонда 5-тен 1 дегеннің орнына 20-дан 4 деп жазсақ болады екен. Сол кезде 8 бүтін ортақ бөлімі 20 қала береді. 17 менен 4-ті бір-біріне қоссақ 21 деген жауап шығады. Бұл дегеніміз 9 бүтін 20-дан 1. Өйткені 21-ді 20-ға бөлсең, уже 1 бүтін 20-дан 1 шығады ғой. Ол мына 8 бүтінмен қосылып, бұл 1 бүтін бізге мына 9 бүтін деген санды береді. Сонда нақты соңғы жауабымыз 9 бүтін 20-дан 1 деген жауап міне. Мына варианттардың ішінде именно дәл осы жоқ. Өйткені біздер кейбір сұрақтардың варианттарын өзгерттік, кейбір сұрақтардың өзгертуге үлгермей қалдық, немесе ұмытып кеттік, сондай болды да. Нағыз тест сұрағында әр варианттардың ішінде міндетті түрде бір дұрыс жауап болады. Уайымдамаңдар. Келесі. Давайте мына 5-ші сыныптың есептері ғой, енді мына барлығы дұрыс па? Сондықтан тезірек жасауға тырысам. Так, бірден көзге көрініп тұр, мынау 1 бүтін 2-ден 1 дегенде 1 бүтін 5 деп алу керекпін. Ол 1 бүтін 5-ті мынаумен қосқан кезде 1 бүтін 5 қосылған 0 бүтін 25. Оны енді ойша үтірдің астына үтір жазам ғой. Сонда 1 бүтін 75 шығады, дұрыс па? Міне, мына 0 бүтін 25-ке қараңыздар тағы да. 1 бүтін 5-ті қоссам, мына 1 бүтін 175 шығады екен. 1 бүтін 175-ті енді мен бөлу керекпін 7 бүтін 7-тен 6-ға. Біріншіден мен мынаны 1 бүтін 4-тен 3 деп ойлай алам. 1 бүтін 4-тен 3 дегеніміз 4-тен 7 деген шығады. Ал мынаны бұрыс бөлшекке айналдыратын болсам, 7 мен 7 көбейтіледі 49 болады. 49-ға 6 қоссам 55 болады. Сонда 7-ден 55, ал бірақта мына бөлуді көбейтуге айналдырсам 55-тен 7 болып кетеді. Дұрыс қой? Одан кейінгі амал қараңыздар. Міне қазір біздер мына жерге дейін барлығын жасап қойдық. Міне мына жерге дейін. Одан кейінгі амал көбейту. Ал көбейту тұрған жерде мен оны жалғастырып жазып кете алам. Көбейтілген деймді. 1 бүтін 7-тен 4 дегеннің орнына 7-ден 11 деген бөлшек шығады. Дұрыс қой? Енді барып қысқартам. 55 пен 11 қысқаратын жақта 5 болады. 7 мен 7 қысқарады. Басқа қысқаратын нәрсе жоқ. Үстінде тек қана 7 қалды. Астында 4 пенен 5 бізге 20 деген санды береді. Дұрыс қой? Мына жерде бар екен жауап не? Түсінікті ме? Үшінші есептеңіз дейді. Мынандай есептердің шығарылу жолдарын сендер білу керексіңдер. 2 бүтін 188 көбейтілген. В принципе, цифрлардың барлығы бірдей да, ұқсайды бір-біріне. Тек қана не істеу керекпіз? Міне, бұл келесі мен сендерге көрсететін трюк. Мына көбейту белгісі бар кезде ғана орындалады. Сондықтан мына жерде плюс тұрса, мына жақта минус немесе бөлу деген белгілер тұратын болса, ол нәрсе жасалмайды. Тек қана көбейтумен жасалынады. Түсінікті ме? Қараймыз. Егер де араларында осындай көбейту тұрған болса, ондық бөлшектер тұрған болса, келесі трюкті жасасаңдар болады.
үтірден кейінгі цифрлардың сандарын санайсыңдар. 1, 2, 3. Алымында, яғни үстінде үтірден кейін 3 цифр бар. Ал астында бөлімінде бізде 1, 2, 3, 4, 5 цифр бар. Дұрыс па? 3-ке 5. Біздің міндетіміз үтірден кейінгі цифрлардың сандарын бірдей қылдыру. 3-ке 5 деген бірдей емес, дұрыс па? Сондықтан бізге айтамыз, мә үстінде тағы да 2 цифр болғанда ғой. Онда шығатын еді дейміз, дұрыс па? Яғни мен бұны қасынан 0-дерін 2-0 тіркеп жазсам, 44,5-тің орнына 44,500 деген, в принципе, еш нәрсені өзгертпейді. Осылай жазсам болады, дұрыс па? Бірақ та менде үстінде де 5, астында да 5 үтірден кейінгі цифрлардың саны шығады. Егер де үтірден кейінгі цифрлардың сандары сәйкес келетін болса, мен просто үтірлерді алып тастап жаза аламын. Сонда 288 көбейтілген 44500 бөлінген мынау 288 көбейтілген 445 болып қалады. Просто үтірлерді алып тастап жазсам, осындай сандар шығады, дұрыс па? Қысқартуларды орындаймын. Мынау мен қысқарады. 1, 0, 0, ол 100 деген сан. Жауап Д. Қиын ба? Қиын емес. Тік төртбұрыштың ені мен ұзындығының қатынасы берілген келесіде. Тік төртбұрыштың ені мен ұзындығының қатынасы сәйкесінше 13 бөлінген 16-ға тең дейді. Егер тік төртбұрыштың ені ұзындығынан 6 см-ге кіші болса, оның периметрін табыңыз. Қараңыздар, қатынас берілген кезде бірінші ені айтылып тұр, сосын ұзындығының қатынасы 13-те 16. Значит, ені ол 13x деп ойлау керексіңдер, ұзындығы 16x деп ойлау керексіңдер. Уже көрініп тұр 13x 16x-тан аз екендігі. Ал бізге мынақты айтылады, егер тіктөртбұрыштың ені ұзындығынан 6 см-ге кіші болса дейді. Енді ойланып тұратын болсақ, мына 13x 16x-тан кіші ғой. А бізге 6 см-ге кіші деп, бұл екеуінің арасындағы айырмашылық ол 3x қой да. Сол 3x-тің 6 екендігін көрсетіп тұр. Да? Сол осы жерден x-ті табамыз, ол 2-ге тең. Сонда x-тің 2-ге тең екені бізге нені береді? Бізге мына 13x ол бізде 26 см, 16x 32 см деген ені мен ұзындығының шынайы өлшемдерін тауып аламыз. Ені 26, ұзындығы 32. Сұрақ периметрін табыңыз дейді, периметр міне. Не істейміз? 26-ға 32-ні қосып, 2-ге көбейтеміз. А қосылған Б көбейтілген 2 деген формула бар, е? 26 қосылған 32 бізде 58 шығады. 58-ді 2-ге көбейтетін болсақ, 116 деген жауап болады екен. Ондай тоже бар. Түсінікті ма? Өте оңай есеп. Келесі, бірінші санның екінші санға қатынасы 1-дің 2-ке, ал екінші санның үшінші санға қатынасы 3-дің 5-ке. Егер осы 3 санның қосындысы 38-ге тең болса, үшінші санды табыңыз дейді. Қараймыз, бірінші санның екінші санға қатынасы беріліп тұр, міне. Үстіне жазайық прям. Мынау бірінші сан, мынау екінші сан деп көрсетілген. 1x, 2x деп алынады, білесіңдер ғой? Екінші санның үшінші санға қатынасы 3-дің 5-ке. Мынау екінші санның үшінші санға қатынасы 3-дің 5-ке деп көрсетілген. Егер осы 3 санның қосындысы 38-ге тең болса дейді. Давайте, мына жерге жасап жіберейік тездетіп. Так, бізде бірінші сан бар екен, екінші сан бар екен, үшінші сан бар екен. 1-дің 2-ке қатынасындай 1x, 2x, екінші санның үшінші санға қатынасы 3-дің 5-ке, яғни 3x, 5x дейміз. Бірінші қатынас айтылатын кезде үшінші сан туралы еш нәрсе айтылмайды. Екінші қатынас айтылатын кезде бірінші сан туралы еш нәрсе айтылмайды. Енді 2-2-лік қатынас арқылы 1-3-тік қатынасты табу керекпіз. Общий қатынасты. Ол үшін мына 2 менен 3-ке қараймыз, олардың ортақ бөлімдерін табамыз. 2 менен 3-тің ортақ бөлімі ол бізде 6-ны береді. Сонда 6x қылдыру үшін мен мына үстінде тұрған 2-ні 3-ке көбейтем ғой. Сондықтан қасындағы 3-ке көбейтемін 1x-ті де. Сонда 3x болады, дұрыс па? Ал мынаны 2-ке көбейтем, сондықтан мынаны да 2-ке көбейтем. Сонда қалай болады? 10x деген шығады екен.
Дұрыс па? Сонда екілік қатынас арқылы біздер 3, 6, 10 деген бір үштік қатынас таптық. Енді бізге айтады, егер осы үш санның қосындысы 38-ге тең болса дейді, дұрыс па? Үш санның қосындысын қарасандар, 3x, 6x, 10x дегеніміз как раз 19x береді да, осыны 38-ге теңестірсек, x дегеніміз 2-ге тең болады. Да? Сұрақ қандай? Үшінші санды табыңыз дейді. Үшінші сан дегеніміз ол бізде 10x көріп тұрсыңдар ма? Сонда x-тің орнына 2-ні қоятын болсақ, үшінші санымыз 20-ға тең болады екен, жауап А. Қиын емес қоям? Қиын емес, түсінікті деп ойлаймын барлықтарына. Келесі, x-тің мәнін табыңыз. X бөлінген 4,8 тең болады, 5 бөлінген 24. Өте оңай есеп. Өйткені мына жерде былай ойлансаңдар болады. Мынау пропорция берілген, мынандай жазылып тұрған пропорция. Бұл жерде шеткі мүшелерінің көбейтіндісі деген бар да. Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деген бар. Сонда мен мына x пенен 24 екеуі шетінде тұр ғой. 24 пен x екеуі бір-бірінің шетінде тұр. Осылай көбейтілгенде тең болады 4,8 көбейтілген 5 дейм. Дұрыс па? И в принципе кішкене ойланатын болсаңдар, 4,8-ді 5-ге көбейткенде тоже 24 шығатын түсінесіңдер. Да? Сонда қандай санды 24-ке көбейту керек? 24 шығу үшін 1 деген санды, сонда А жауабы болады. Дұрыс па? Себебі x-дің орнында 1 тұрса ғана мен 1-ді 24-ке көбейткенде мына 24 шығады деп айта аламын. X 1-ге тең, өте оңай есеп. 5 жұмысшы жұмысты 12 күнде бітіреді, бұл жұмысты 6 жұмысшы неше күнде бітіреді? Так, жұмысшылардың саны 5 жұмысшыдан 6 жұмысшыға дейін артып жатыр. Яғни жұмысшылардың саны көбейген кезде олар тезірек жұмыс жасап, уақыттарын аз жұмсайды. Яғни жұмысшылардың саны көбейеді, күндердің саны азаяды. Бір нәрсе көбейіп, екінші нәрсе азаятын болса, бұл кері пропорция деп аталады да. Кері пропорция кезінде бабочка емес, булочка жүреді. Естерінде ғой да? Сонда былай айтасыңдар. 5 жұмысшы 12 күнде бітіреді, 6 жұмысшы неше күнде бітіреді? Сосын бұл кері пропорция болғандықтан біздер булочканы қолданамыз. Яғни 5-ті 12-ке көбейткенім, ол 6-ны x-қа көбейткеніме тең деп айтамыз. Немесе x-ті табу үшін 5-ті 12-ке көбейтіп 6-ға бөлем. Ол кезде 12 мен 6 қысқарып 2-ні береді. 5-ті 2-ке көбейтсем 10 деген мына Д жауабы шығады екен. Түсінікті ма? Бір жұмысшы 4 минутта 4 қорапты қаптайды, 5 жұмысшы 20 минутта қанша қорапты қаптайды. Енді бұны логикамен шығарсаңдар да болады, енді жайлап 4 минут емес, 20 минут кеткен. Бір жұмысшы емес, 5 жұмысшы болып тұр. Сонда минуттардың саны 20 минут болу үшін 5 есе көбейді. Сонда қораптардың саны 5 есе көбейіп 20 болады. 5 жұмысшы болып кетті, бір жұмысшы емес. Яғни ол да 5 есе көбейіп, 20-ны да 5-ке көбейтіп, сонда 100 деген Д жауабын алу керек біз негізінде. Ал енді мен сендерге оны үштік пропорция арқылы қалай шығарылады, соны көрсетіп жіберейін тездетіп. Былай, бір жұмысшы 4 минутта 4 қорап дейді. Бүйтеміз, бір жұмысшы 4 минутта 4 қорап. Енді 5 жұмысшы 20 минутта қанша қорап дейді, дұрыс па? X қорап болады. Ойлану керекпіз да, мынаны жасау керекпіз, қараңыздар. Жұмысшылардың саны артатын болса, оларға аз уақыт керек болады, дұрыс па? Дұрыс қой? Уақыт аз керек болады. Сондықтан мына жұмысшылар менен уақыттың арасында кері пропорция. Себебі жұмысшылардың саны көбейсе, уақыт азаю керек. Немесе анау азайса, анау көбею керек. 5, 4, 21 дегендерге қарамайсыңдар сандарға. Просто не болып жатыр? Жұмысшылар көбейсе, уақыт азаю керек. Сондықтан біздер не істейміз? Осында кері пропорция құрастырамыз. Енді қараңыздар, уақыт көбейсе, қораптар көбейе ме, азая ма?
көбейеді тоже. Дұрыс қой, уақыт көбейсе, олар көп қорапты қаптап үлгереді, көп уақыт болса. Сондықтан көбею дегеніміз ол бізде тура пропорция болады екен. Бұл жерде былай. Мынау мынаған көбейтіледі, мынау мынаған көбейтіледі. Дұрыс па? Тура пропорция кезінде бізде бабочка, міне мынандай бабочка шығады мына жерде бүйтіп. Ана жерде булочка, дұрыс па? Иә. Бұны кезінде әзіл ретінде жаттағанбыз біздер сендермен. 1, 4x сонда бір-біріне осылай көбейтіледі да. И не істейсіңдер? 5, 24 дегенді бір-біріне көбейтіп теңестіресіңдер, дұрыс па? Сонда 1 көбейтілген 4 көбейтілген x тең болады. 5 көбейтілген 20 көбейтілген 4 дейсіңдер. Да? Қараңдар, мына 4 пенен мына 4-ті екі жақтан қысқартып тастауға бола ма? Болады. Сонда мына жақта 1x немесе x қалады. Мына жақта 5 пен 20 как раз 100-ді береді. Болды. Есептің жауабы осылай да шығады. Түсінікті ғой, да? Келесі 9-шы есеп. Есептеңіз дейді 15,81 және де 11,13 13 периодта. Яғни периодты естеріңізде сақтау керексіңдер. Сосын және де мына жерде бір кішкентай не бар? Подвох бар да, подвох. Подвох дегеніміз кішкене бір сендерді тексеруге арналған бір сондай бір математикалық трюк қой. Мынаны қалай түсінесіңдер? Міне 11,13 және 13 периодта дегенді. Ойланып жазатын болсақ 11,13 13 период дегеніміз 13 деп кете береді. Дұрыстап ойланып қарасақ, мына 13 қайталанып жатыр емес, 31 қайталанып жатыр деп те ойласақ болады негізінде. Дұрыс па? Міне, 13 емес, 31 қайталанып жатыр деп ойласақ болады. Олар просто алды да, не істеді? Мына 3-ті қалдырып, 13-терді қайталадық қойып бүйтіп. Бірақ біздер керісінше жасай аламыз ғой. 3-ті қалдырмай, бірден аламыз да, не дейміз? 31 қайталанып жатыр деп айта аламыз, дұрыс па? Сонда мына нәрсенің орнына мен 11,31 деп жазсам болады. Өйткені қазір еще мен сендерге дәлелдеп бере аламын оны. Бірден жасайық, үтірдің ішіндегі, жақшаның ішіндегі санымыз ол бізге 9-дардың санына жауап береді. Білесіңдер ғой, жаттадыңдар ғой кезінде. 9-дардың санына жауап береді, яғни 15 бүтін. Мына жақта 2 цифр бар, сондықтан 2 рет 9 болады. 0 болмайды, өйткені үтір менен жақшаның арасында еш нәрсе жоқ. Ал мына жерде үтір мен жақшаның арасында бір цифр бар, сондықтан ол 0 болады. Мына жақта мысалға 11 бүтін дейді, үстінде астында 99, себебі мына жерде 2 цифр. Сосын 1 нолик болады, өйткені үтір мен жақшаның арасында бір цифр бар. Так, үстінде 81 просто жазып қоямыз, өйткені мына жерден еш нәрсе жоқ, ал азайтатында еш нәрсе жоқ. Ал мына жақта 313-тен азайтылады неше? Мына тұрған 3 жақшаға дейінгі. Мына 313 деген саннан, мына 3 деген сан азайтылады, сонда 310 деген шығады. Дұрыс қоя? Қараңыздар, қызықты. Мына 0 мен 0-ді қысқартқан кезде, по-любому 11,99-дан 31 шығады да, бағанағы айтқан нәрсе болады, дұрыс па? Сонда, мына бірінші көрсетіліп тұрған, мынау ол міне тұр екен, екінші тұрғанымыз ол міне тұр екен. Екеуін бір-бірінен азайту керекпіз. Сонда, 15-тен азайтамыз 11-ді бізде 4 бүтін болады, 99 қалай береді орнында, 81-ден 31-ді азайтатын болсақ, 50 шығады. Жауап Б. Түсінікті ма? Келесі 10-шы есеп, масштаб өте оңай. Екі қала арасындағы арақашықтығы 280 км, масштабы дейді, бір бөлінген 5.600.000 картада бұл арақашықтық қанша сантиметрді құрайды. Масштаб мынандай берілген кезде сендер қарамайсыңдар, бірден білесіңдер, масштаб всегда сендерге сантиметрмен беріледі. Бірақ та сендер 1, 2, 3, 4, 5 нөлді алып тастасаңдар, сантиметр бірден километрге айналып кетеді. Сонда мынау айтып тұр сендерде 1 сантиметрдің ішінде 56 километр жатыр дейді. А сендерде 280 километр. Сонда 280-ді 56-ға бөлесіңдер. Ровно 5 сантиметрге сыяды деген сөз. Болды. Дұрыс па? Келесі. Шаршының қабырғасы шынайы ұзындығы 84 километр кетен. Яғни шынайы ұзындығы 84 километр кетен. Ол үлкен бір жер болып тұрғы, сондай бір жердің ауданы, бір үлкен бір районның ауданы ма да 84 километрлік шаршы
квадрат яғни да. Масштаб берілген, қараңдар. 1-ден 1, 2, 3, 4, 5 нөлді алып тастайсыңдар, 21 километр сият 1 сантиметрге. Ал біздің 84 километріміз 21-21-21-ден 4 сантиметрге сиятындай болып картаға енгізіледі. Сонда, на самом деле 84 километрлік жерді біздер картаға есептеп, мына 1 бөлінген 2 миллион 100 мың деген масштабпенен 2 миллион 100 мың есе кішірейтіп 4 сантиметрлік мынандай жер деп көрсетеміз. Негізі ол шын өмірде әр қабырғасы 84 километр болатын үлкен жер. Сонда біздің мына бір қабырғамыз 4 сантиметрге тең. Значит, шаршы болғандықтан каждый қабырғасы 4 сантиметрден ғой, дұрыс па? Сұрақ қандай? Осы шаршының картада периметрін табыңыз. Просто не істейміз? 4, 4, 4, 4 бәрін қосып шығамыз. Бізде 16 сантиметр деген жауап болу керек. Дұрыс па? Жауабы 16 сантиметр шығады. Маяқта жоқ просто жауаптар. Бірақ сендер дұрыс жауапты шығара алу керексіңдер. Келесі 12-ші есеп. Төмендегі радиусы 5 сантиметр болатын фигураның периметрін табыңыз. Радиусы 5 сантиметр болады. Мынандай бір фигура көрсетілген. Бұл бізде жарты дөңгелек, жарты шеңбер немесе. Жарты шеңбер деп айтамыз, дөңгелек, өйткені ортасы боялу керек, мына жақта тек қана шеттерін көріп тұрмыз. Так, периметр дегеніміз не ол вообще? Периметр дегеніміз көбісі ойлайды екен, ол А қосылған Б көбейтілген 2 деп ойлайды екен. Бірақ ол тіктөртбұрыштағы периметр. Шаршыдағы периметр ол 4А болады, дұрыс па? Үшбұрыштың периметрі ол А, Б, С болады. Бесбұрыштың периметрі болса, бүкіл 5 қабырғасын қосып шығасын. Дәл сол сияқты периметр дегеніміз ол барлық қабырғаларының қосындысы берілген фигураның. Дұрыс па? Сондықтан шатаспау керекпіз. Периметр не десе, А қосылған Б көбейтілген 2 деп бұндай кішкентай балдырықса жауап бермей, дұрыстап жауапты жазу керекпіз. Қараймыз, периметрді табу үшін бұл жерде біріншіден сендерге барлық қабырғасы керек. Бұл қабырғасы деген кезде мына жерде мына қисық сызық бар ғой. Бұл толық шеңбердің жартысы болатындығы көрініп тұр, дұрыс па? Общий шеңбер бар ғой, соның жартысы мына қисық доғасы, дұрыс па? Сосын тағы да не керек бізге? Тағы да мына нәрсе керек, мына ұзын сызық керек. Егер де радиусы 5 сантиметр болатын болса, мына жағы да 5, сонда бұл түзу қызыл сызықтың ұзындығы 10 болатыны сөзсіз түсінікті, Мына 10 болады. Енді бізге сұрақ просто, мынау қаншаға тең болады, мынау? Бұл жалпы шеңбердің ұзындығының жартысы просто. Мынандай шеңбер болады? Шеңбер болады. Шеңбердің ұзындығының просто жартысы, ортасын қиып тастаймыз. Дұрыс па? Сол кезде шеңбердің ұзындығының формуласын еске түсіреміз. Ол бізде 2πr ғой да? Бізге бірақ оның жартысы керек. Си емес, сидің жартысы керек, сонда 2πrдің тоже жартысы керек деген сөз. Мына 2 мен 2-ні қысқартамыз да, просто πr-ді табамыз деген сөз. Дұрыс па? Пи берілмеген бізге, сондықтан 3,14 деп аламыз. Ол по стандарту. Радиустың орнына 5 сантиметрді қоямыз. Сосын бұл тек қана бізге берілетін не болады? Мына қисық жері болады, дұрыс па? Біздер ұмытпау керекпіз, мына түзу сызықты қосу керекпіз. Түзу сызықтың өлшемі ол 10. Сондықтан қосып жазамыз. Тең болады. 3,14-ті 5-ке көбейтетін болсақ, неше болады? 15,7 болады. Келісесіңдер ма? Осы 15,7-ге 10-ды қоссақ, 25,7 деген жауап шығады. Ондай бар. Міне, жауап А. Түсінікті ғой? Келесі, ағаштың бұтағында 12 құс отырды, құстардың 3-тен 2 бөлігі ұшып кеткеннен кейін бұтақта қанша құс қалды? Ой, бұл деген енді детский саттың есебі. Құстың 3-тен 2 бөлігі ұшып кетті дейді. Значит, 3-тен 1 бөлігі қалды. 12-ден 3-тен 1 бөлігін табамыз, ол 4-ке тең. Көріндер ме? Түсінікті да? 3-тен 2 ұшып кетті, 3-тен 1 қалды. Келесі, жақшаны ашып өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мынандай жақша берілген. Давайте speed run жасайық. -7b қалады.
Мына минус пен минус бізге плюс 9b-ны беріп жібереді. Минус 6 b-ға көбейтіледі бірінші. Минус 6b болады. Сосын бұл минус 6, мына минус 5-ке көбейтілгенде плюс 30-ды береді. Түсінікті ғой? 7-ні b-ға көбейтеміз, плюс 7b болады. 7-ні минус 2-ке көбейтеміз, минус 14 шығады. Тең болады. Енді дұрыстап мұқият қарайтын болсаңдар, мына жақта минус 7b тұр, мына жақта плюс 7b тұр. Екеуі бір-бірін фук-фук жойып жібереді. Енді плюс 9b менен минус 6b бізге 3b-ны беретінін білесіңдер ғой. Ал плюс 30 менен минус 14, ол плюс 16-ны береді. Сонда 3b плюс 16 деген жауап шығады. Бұндай да жауап жоқ екен бұл жақта, бірақ та осы дұрыс жауап болады. 3b қосылған 16. Түсінікті ма? Келесі, жақшаны ашып өрнекті ықшамдаңыз. Дәл осындай типтегі есеп. Так, жақшаны ашатын болсақ 3a. Минус пен минус бізге плюсті береді 11a. Плюс 3 4-ке көбейтіледі 12a. 3 минус 12-ке көбейтіледі минус 36. Минус 2 9-ға көбейтіледі минус 18. Минус 2 плюс 5-ке көбейтіледі минус 10a болады. Дұрыс қой? Енді 3a-ға 11a-ны қосамыз. 14a болады. 14a-ға 12a-ны қосамыз. 26a. 26a-дан 10a-ны азайтамыз. Бізде 16a болады. Қалғандары мына 36 менен 18, олар әріпті өрнектер. Қасында a деген әріптері жоқ. Олар сандар. Мына 3a, 11a, 12a, 10a дегендер, олардың барлығы әріпті өрнектер болды. Әріпі бар. Олар санды өрнектер. Орысша айтқанда числовые выражения и буквенные выражения дейді. Екеуі әртүрлі. Так, минус 36 менен минус 18 бізге нені береді? Минус 54-ті береді. Таңбаны дәл сол күйінде қалдырып, сандарын бір-біріне қосамыз. Түсінікті ғой? Бұндай жауап міне да бар екен. Келесі. Жақшаны ашып өрнекті ықшамдаңыз дейді. Тоже бірақта бұның ішінде x-тер бар екен, y-та бар екен, a да бар екен. Так, минус 4-ті 2x-ға көбейтейік. Минус 8x болады. Минус 4-ті минус 7-ге көбейтеміз. Плюс 28y болады. Минус 4-ті 8a-ға көбейтеміз. Минус 32a болады. Келсесіңдер ма? Мына плюс 13x өзімен өзі тұр, оны жазып қоямыз. 13x. Минус 3-ті y-ге көбейтсек, минус 3y. Минус 3-ті минус 7-ге көбейтсек, плюс 21y болады. 21a. Дұрыс па? Енді ұқсас мүшелерді бетіп жазайын. Қараңыздар, ұқсас мүшелер минус 8x пен плюс 13x. Олардың екеуінде де x бар. Сондықтан бұлар бізге 5x-ті береді. Дұрыс па? Енді 28y, ол плюс 28y минус 3y. Нені береді? Плюс 25y-ті береді. Дұрыс па? Сосын минус 32a плюс 21a. Ол бізге минус 11a-ны береді. Түсінікті ма? 5x плюс 25y минус 11a деген міне С нұсқасында тұр екен. Так, жақшаны ашатын кезде дұрыстап, мұқият қараймыз, жақсы ма? Так, келесі есеп. Қараңыздар, мына жерде 7 мен 8-ді қоссақ 15 қой. 15 азайтылған 15 дейді. Ол 0. Значит, мынау бәрі жоқ деп ойласақ та болады, Сосын 0 азайтылған минус 2 дейді. Мына минус пен минус бізге плюсті беріп жібереді. Сонда 0-ге 2-ні қосамын. Менде 2 шығады екен, дұрыс па? Сонда мына жақшаның ішінде полностью менде 2 деген жауап тұрады. Немесе мына полный бүйтем да, жақшаның ішіне қазір просто 2 деп қоям. Мына жақша тұр. Сонда не болады? 2 азайтылған 2. 0. Жауап С. Түсінікті ма? Өрнектің коэффициентін табыңдар. Найдите коэффициент выражения дейді. Мынандай есеп берілген кезде қараймыз, тек қана көбейту белгілері тұр орталарында и 2 минус бар. Бұл минустар бір-бірімен жойылып кетеді. Біріншіден де себебі минусты минусқа көбейтетін кезде плюс болады.
яғни жауабы плюс бір нәрсе деген сан болады. Значит, С емес, Д емес, уже алып тастауға болады. Келесі, 5 пенен 5-ті қысқартамыз, 3 пенен 6-ны қысқартамыз, 2, 2 менен 2-ні қысқартамыз, болды. 1. Сонда 7-ден 1 болады, дұрыс па? А, Б, С. Бірақ коэффициент дегеніміз ол тек қана алдында тұрған мына санды айтады. Сонда коэффициенті 7-ден 1 деген міне А жауабы шығады екен. Түсінікті ме? Келесі 19-ші есепте дәл осылай коэффициентін табу керек. Бірақ бізде неше минус бар? Минустардың үшеуі бар екен. Мына 2 минусты бір-бірмен жойып жібереміз. Мысалға, оларды жоқ деп ойласақ та болады, иә, міне. Бүйтіп жоқ деп минустарын алып тастайын, бүйтіп ақпенен. Сонда тек қана бір ғана минус қалады. Ол, яғни есебіміз минуспен шығады деген сөз по-любому. А емес, Б емес уже. Бізде уже екі вариант қалды, да? Дальше қысқартуларды орындаймыз. Бірақ та мына жерде тұрған 1,9-дан 5 деген аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып жазу керекпін. 1,9-дан 5 дегеніміз менде 9-дан 14 деген сан болады. Қазір қараңдар, мынаны алып тастаймын да, орнына не деп жазамын? 9-дан 14 деп жазамын. Дұрыс қой? 15 пенен 25-ті қысқартамын. Мына жақта 5 болады, мына жақта 3 болады. 19 пен 19 просто қысқарып кетеді. 5 пенен мына 5-ті қысқартайын. 9 пенен 3-ті қысқартамын. Мына жақта 3. 14 пен 7-ні қысқартсам, мына жақта 2 болады. Минус 3-тен 2 А, Б, С. Сонда жауап С нұсқасы болады. Коэффициент ол әріптердің алдында тұрған, көбейтіліп тұрған нәрсе. Да? 1xb большой коэффициент дейді ойлайсың ба? Сол кезде нешеге көбейтілетіндігі көрсетіліп тұрады да, сол нәрсе. Так, x-тен болады. Ном болса, мына өрнектің мәні неге тең дейді. Өтте оңай есеп. Так, мына орысша берілген текстті мен алайын да осылай бояп тастайын. Сол кезде астына орын болады да жазуға. Былай істеймін. 1,7-ден 2 дегенде 7-ден 9 деп жазам. Көбейтілген 2,10-нан 1-ді 10-нан 21 деп жазам. 7 мен 21-ді қысқартам 3. Болды, еш нәрсе қысқармайды. Үстінде 27, астында 10. Мен бұны 2,10-нан 7 деп жазалам. Бұл x-тің мәні екен. Дұрыс па? Келесі y-тің мәні табатын кезде y тең 4,5-тен 1 дегеніміз 5-тен 21 болады. Көбейтілген мынау 7-ден 10 болады. 10 менен 5-ті қысқартсам, мына жақта 2. Мына 2 қысқарып, мына жақта 3. Сонда 6 деген жауапқа келеді екенбіз. Сонда x-тің орнына мен просто 2,7-ні қоям, y-тің орнына 6-ны қоям. Мына нәрсе сұралып тұр. Сұрақ белгісін алып тастайын да. Тең болады. 2 көбейтілген. X-тің орнына 2,7-ні қоям. Y-тің орнына 6-ны қоям. Қысқартуды орындайым. 3 болады. 2,7-ні 3-ке бөлсем 0,9 болады. Дұрыс па? Енді жауаптардың ішіне іздейм. Жауаптардың ішінде жоқ көріп түсіндір ме? Бірақ ол А жауабы болады. Өйткені 27 менен 30 сандары қысқаратын болса 3-ке. Как раз астында 10, үстінде 9 шығады да, 10-нан 9 дегеніміз ол осы 0,9 болып тұр. Сонда сендердегі шыққан жауап А-ның ішіне бұлай тығылып тұр, көрдіңдер ме? Осындай тоже болады, чтобы сендер көріп, байқап қалуларың үшін, внимательность болу үшін сендерде. Специально сондай бір-екі нелер жасайым. Мысалға, жауабы минус 3-тен 2 шықты ғой, мысалға, мына жерде. Мен бірақ мына минус 3-тен 2 дегеннің орнына оны периодқа айналдырып жазалам ғой, білесіңдер ғой, минус 0,6 период десем де болады негізінде. Потому что минус 3-тен 2 дегеніміз ол бізде минус 9-дан 6 дегенге келеді. А 9-дан 6 дегеніміз ол как раз мынаған тең. Білесіңдер ғой. Яғни белгілі бір санның бірнеше түрлері болады. Соларды шатастырмай жасау керексіңдер. Окей ма? Болды. Келесі теңдеу берілген. Теңдеуді шығаратын кезде біздер аламызда просто жақшаны ашамыз бірінші. 3y қосылған 32 болады, азайтылған 4y болады, тең болады 37 азайтылған 2y. Так, давайте ойша жасайық, қараңдар. 3y минус 4y, ол бізге минус y-ті береді, дұрыс па? Минус y-ке мына минус 2y-іміз қосу болып келеді.
Ладно, жаза салайын қазір. Міне, мына екеуі бізге минус y-ті береді. Ал мына минус 2y плюс 2y болып сол жаққа қарай келеді. Оң жағында 37 қалып тұр, бірақ мына сол жағындағы плюс 32, ояққа минус 32 болып барады. Сонда мына екеуі бізге просто y-ті береді. Мына жерде 5 шығады, сонда жауабы y-тен 5 деген нұсқасы. Түсінікті ма? Next. Жақшаны ашамыз, сосын есептерді шығарамыз. Болды. Так. Мына 5 дегенді алып тастай салайын тоже. Мына жерді алып тастай салайын. Сосын мына ақ жерге жазайық есепті. 8-ді 19-ға көбейтеміз, 8-ді 10-ға көбейтсек 80, 8-ді 9-ға көбейтсек 72. Сонда бір-біріне көбейтіліп, ол 152 болады. 152. 8-ді минус 3-ке көбейтеміз. Минус 24b. 7-ні 2-ке көбейтеміз. Плюс 14b. 7-ні минус 8-ге көбейтеміз. Минус 56. Дұрыс қой. Тең болады 36-ға деп жазамыз. Мына жерде 6. Так. Минус 24 пенен плюс 14 бізге минус 10b-ны береді. Енді қараңдар. 152 минус 56. 152-ден 56-ны азайтатын болсақ, бізде 96 шығады. Бірақ ол 96 мына 36-ның қасына 36 азайтылған 96 болып барады. Дұрыс қой? Мына жақта просто 96 шықты. Ол мына жаққа қарай кеткен кезде минус 96 болады. 36-ны минус 96 дейміз, сонда минус 60 шығады. Минус 10b минус 60-ға тең болса, b дегеніміз 6-ға тең екен. Жауап А нұсқасы. Түсінікті ма? Келесі. 23-ші есеп теңдеуді шешіңіз дейді. 2x минус 12 модульдегі тең болады 20-ға. 2x минус 12 тең болады 20-ға дейді. Так. Бұл жерде бірден көрініп тұр. Бір жағында модульдік таңба, екінші жағында 20 деген сан тұр. Сондықтан 2-ке бөліп жазсақ болады. Бірден 2x минус 12-ні ортасында қалдырам. Оң жағына 20, сол жағына минус 20 деп алам. Өйткені мен ойлайтын нәрсені білесіңдер ғой? 2x минус 12 деген өрнектен модулі, яғни ұзындығы 20-ға тең болу үшін осының орнында 20 тұру керек, немесе минус 20 тұру керек. Сондықтан 2x-ті қалдырам. Мына 12, мына плюс 12 болып барады. 32 болады. Мына да плюс 12 болып барады. Минус 8 болады. X-ті қалдырам. 2-ке бөлем 16, 2-ке бөлем минус 4. Сонда минус 4 және 16 деген 2 жауап шығады. С-ден шатасып кетпейміз. Жауап Б. Түсінікті ғой да? Келесі 24-ші есеп. Теңдеуді шешу керек. Бұл жерде ортақ бөлім табамыз. 7, 3, 6-ның ортақ бөлімі. 7, 3, 6-ның ортақ бөлімі. Так. Бұл 42 болады. Себебі 7 мен 6-ның ортақ бөлімі 42, ал 6 3-ке бөлінеді, сондықтан 42-де 3-ке бөлінеді. Дұрыс па? Енді әрбір элементті жақшаға алу керекпіз міндетті түрде. Міндетті түрде жақшаға аламыз. Әрбір элементті осылай. Сосын көбейтеміз ортақ бөлімге 42-ге. Да? Сол кезде 42 мен 7 сандар қысқарады. Мына жақта 6 болады. Мына жақта қысқарып 14 болады. Мына жақта қысқарып 7 болады. Сосын жазып аламыз өзімізге шатасып кетпеу үшін. Не шықты сонда? 6 көбейтілген 2x плюс 3 тұрады. Сосын қосылған 14 көбейтілген 4x азайтылған 9 тұрады. Тең болады 7 көбейтілген 11x азайтылған 27 деген тұрады. Дұрыс па? Міне, осы нәрсені қалдырдық біздер. Бұл жерде жақшаны енді ашсақ болады. Жақшаны ашатын кезде 6-ны 2x-ға көбейтеміз.
12х болады. 6-ны 3-ке көбейтеміз, плюс 18 болады. 14-ті 4х-қа көбейтеміз, плюс 56х болады. 14-ті минус 9-ға көбейтеміз. Так, 126 болады. Минус 126. 7-ні 11-ге көбейтеміз, тең болады 77х-қа. 7-ні минус 27-ге көбейтеміз. Так, 140 және де 49, 189 болады екен. Дұрыс қой? Енді х-тарды бір жаққа жинаймын. 12х пенен 56х нешені береді маған? 68х дегенді береді. Дұрыс па? 68х-ті берем осы жаққа. Тең деген белгіні орында қоямын да, мына оң жағында тұрған 77х-ті солға қарай минус 77х қылып алып келем. Сол кезде оң жағында менде мына минус 189 қалып қояды. Дұрыс қой? Минус 189-ды қалдырам. Сосын оған, так, маған айтыңдаршы мына плюс 18 және минус 126 деген нені береді? Ол минус 108 деген санды береді. Минус 108, бірақ оң жағына қарай ауысқан кезде просто плюс 108 болып ауысады екен. Алпыс 8х-тан 77х азайтатын болсақ, 77х-ті. Бізде 9х болады. Тең болады. Мынау минус 9х болады. Мына жақта минус 81. Х-ті табу үшін минус 81-ді минус 9-ға бөлеміз. Жауап 9 деген шығады. Түсінікті ма? Бұл жақта 9 шығады, бірақ жауап жоқ. Түсінікті да? Так, келесі есебіміз өте оңай, дәл осылай шығарылады, бірақ та бұл жерде бір байқау керек момент, бұл мына минус деген таңба. Бұл минус таңбасы қазір жақша ашылған кезде мына плюсті минусқа айналдырып жібереді, сондықтан соны абайлау керек біз, жақсы ма? Дәл жаңағыдай жақшаға аламыз, әрбір мүшесін осылай жақшаға алып, ортақ бөліміне көбейтеміз. Ол ортақ бөлімі 8 деген сан. 8-ге көбейтіп, қысқартуларды орындаймыз. Мына жақта 8 бен 8 қысқарып 1 болады, 8 бен 4 қысқарып 2 болады, мына жақта 4 болады. Енді қараңыздар, не қалды сонда? 1 көбейтілген 6х плюс 8 қалды ғой да? Бірақ мен 1-ін жазбайым, просто 6х қосылған 8 деп жазам. Өйткені 1-ге көбейту ешқандай несі жоқ, мағынасы жоқ, 1-ге көбейтудің. Дәлші не тұр? Минус 2 тұр, міне. Мынау қараңыздар, бұл тек қана 2 емес. Бұл үші минусы бар 2. Түсінікті ма? Мына жерінде минусы бар. Мынау минус 2. Сондықтан мен оны минус 2 деп жаздым. Содан кейін келесі. Ол 2 қосылған х-қа көбейтіледі екен. Жақшаға алып, сосын барып 2 қосылған х деймін. Міне осы жақша ашылатын кезде қазір қараңдар, міне минус 2 ол х-қа көбейтіліп, минус 2х-ті береді. Мына бірінші мынаған көбейтіліп, минус 4-ті береді, дұрыс па? Тең болады. Так, 4 көбейтілген 16 азайтылған 2х дейміз. Сонымен жақшаларды ашамыз. 6х қосылған 8 тұра береді орнында. Минус 4, минус 2х болады. Міне мына жерде. Түсініп атсыңдар ғой да? Міне мынау былай ашылады. Тең болады. 4-ті 16-ға көбейтем 64, 4-ті минус 2-ге көбейтем минус 8х болады. Енді. Так, енді. 6х пенен мына 2х-ті минус 2х, ол бізге 4х-ті береді ғой. Дұрыс па? 4х-ті береді. Бірақ мына минус 8х оң жағынан сол жаққа қарай келгенде плюс 8х болып келеді. Мына жақта 64 қалады. Плюс 8 бенен минус 4 бізге 4-ті береді. Бірақ мына жаққа минус 4 болып барады. Сонда 12х тең болады 60-қа. Значит, х тең 5. Жауап Б. Түсінікті ма? Осылай екі есепті қарап, дұрыстап түсініп алып, дәптерге жазып алып, сөйтіп істеу керексіңдер. Негізінде видеоны қарап отырған болсаңдар. Так, теңсіздіктер кетті. Келесі қараңыздар. 26-дан бастап, мына жерге дейін теңсіздік екен, 30-шы есепке дейін. Тез шығарамыз. Себебі бұл теңсіздіктер олар дәл теңдеу сияқты шығарылады. Тек қана бір нәрсені білу керексіңдер. И все. Ол қандай нәрсе, оны қазір сендерге есептерді шығару барысында көрсететін боламын.
6х азайтылған 7х. Так, мынаны ашып алайық онда қазір. Так, бүйтейік та. Есеп мынандай ғой, міне қараңдар. Мынандай бір цвет алайық та. 6 азайтылған 7х. Үлкен 3х азайтылған 7-ден дейді. Дұрыс па? Осындай нәрсе беріліп тұр. Не істейміз? Мына теңсіздіктің белгісі ол үлкен деп оқылады. Орнында қала берсін. Х-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мына жақта минус 7х тұр ғой, міне. Соны орнына сол жағына қарай қайттан жазып алдық. Еш нәрсе өзгертпей. Енді мына жақта тұрған 3х-ті оны сол жаққа қарай алып келгенде минус 3х болып алып келінеді. Дұрыс па? Сонда мына жақта минус 7 қалады. И 6 ол ауысып барған кезде минус 6 болады. Дұрыс қой? Енді мынау сонда минус 10х-ті береді. Минус 10х болады да. Үлкен минус 13 деген шығады. Қазір мына жерлерді алып тастайын, чтобы басылып кетті. Минус 10х, үлкен минус 13-тен. Дұрыс па? Ал х-тің өзін қалдыру үшін мен не істеймін бұл жерде? Бұл жерде х-тің өзін қалдыру үшін мен оны минус 10-ға бөлу керекпін. Дұрыс па? Мына жақты да сонда минус 10-ға бөлем. Минус 10 менен минус 10-ды қысқартып х-ті жазатын кезде мына жақта 1,3 шығады, себебі минус пен минус қысқарады да. 13-ті 10-ға бөлсем 1/3 болады. Бірақ та мына нәрсені жаттап аламыз. Егер де теңсіздіктің екі жағын теріс санға бөлетін болсақ, немесе теріс санға көбейтетін болсақ, теңсіздіктің таңбасы алмасады кері таңбаға. Түсінікті ғой? Сонда бізде х кішкентай 1,3-тен деген шығады. Енді қараймыз. Тек қана кіші деп тұр болды. Х-тің орнына сендер 1,3-ті қоя алмайсыңдар, өйткені 1,3, 1,3-тен кішкентай деп айта алмайсыңдар. 1,1-ден кішкентай деген сияқты айта алмайсыңдар ғой. 5, 5-тен кішкентай деп айта алмайсыңдар. Ал егер де 5 кіші немесе тең деген болатын болса, мынандай белгі. Онда ол келетін еді. Дұрыс қой? Енді координаталық сәуледе сонда біздің 1,3 деген нүктеміз боялмайды. Боялмайды дегеніміз 1,3-ті сендер есептің шешуі ретінде жаза алмайсыңдар. Және де х 1,3-тен кішкентай болып тұр. Х 1,3-тен кіші. Яғни осы берілген саннан кіші сандардың барлығы оң жағында орналаса ма, әлде сол жағында орналаса ма деген сұрақты қоямыз. Сосын 1,3 и оның сол жағындағы сандардың барлығы бізде не істейді? Осылай белгіленеді. Минус шексіздіктен бастап 1,3-ке дейін. Түсінікті ғой? Сонымен х кіші 1,3-тен деген шықты. Міне қараңдар. Х кіші 1,3-тен. 1,3-ті біздер боямадық, и оның сол жағын алдық. Өйткені кіші сандардың барлығы сол жақта орналасады, минус шексіздіктен бастап. Түсінікті ме? Соңында жауапты белгілейтін кезде былай жасайсыңдар, қараңдар. Х қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен бастап 1,3-ке дейін деген сөз. Дұрыс қой? Осы аралықтағы барлық сандарды х-тің орнына қоюға болады. Шексіздік жақта всегда жай жақша болады, ал мынандай қатаң теңсіздік болып боялмай тұрған кезде тоже жай жақша болады. Ал егер сендерде қатаң емес теңсіздік болатын болса, онда сендердің нүктелерің боялған нүкте болады. Ол осы сан шешімге кіреді деген сөзді білдіреді. Және де жай жақша емес, мынандай тік жақша болады. Түсінікті ме? Қазір есептерді көп шығару барысында түсінетін боласыңдар негізінде тағы да.
кейбір группалар өтіп тастады, сондықтан олар біледі. Так, келесі мысалға қараймыз. Минус 2х. Минус 2х. Минус 12. Кіші немесе тең 9 қосылған 5х. Минус 2х-ті орында қалдырамыз. Мына плюс 5х-ті минус 5х қылып алып келеміз. Кіші немесе тең деген белгіні қоямыз. 9 жазылады. Мына минус 12 плюс 12 болып барады екен. Түсінікті ғой, да? Сонда минус 7х болады. Кіші немесе тең, мына жақта 21. Енді қараңдар, тағы да сол жағында x-ті қалдыру үшін сендер мына минус 7-ден құтылу керексіңдер. Дұрыс па? Минус 7-ден құтылу үшін, типа астында минус 7-ге бөлсеңдер, мынауда минус 7-ге бөлінеді. Сол кезде минус 7 мен минус 7 қысқарып, x-тің өзі қалады. Бірақ та тағы да айтам, теріс санға бөлгендіктен теңсіздіктің таңбасы алмасып, мына жақта минус 3 шығады. Түсінікті ма? Сонда міне мынандай жауап шығады. X үлкен немесе тең минус 3-тен. X үлкен немесе тең минус 3-тен дегеніміз, ол координаталық сәуледе минус 3 деген нүкте белгіленеді да, боялады өйстіп. Неге боялады? Өйткені x-тің орнына осы минус 3 деген санның өзін қойсаңдар болады. Өйткені мына жерде үлкен немесе тең деген осындай екінші бір несі бар, условиясы бар, екінші бір көрсетілген осындай шарты бар. X үлкен минус 3-тен. Мынау минус 3 деген нүкте болатын болса, осы минус 3-тен үлкен сандардың барлығы ол оның оң жағында орналасатын сандар. Оң жағында орналасады и плюс шексіздікке дейін жалғаса береді. X-тің мәндері, X қабылдайды, мынау қабылдайды деген мағынаны білдіретін белгі емес, если что. Минус 3-тен плюс шексіздікке дейін, яғни минус 3-тен плюс шексіздікке дейін. Шексіздік жақта всегда бізде мынандай жай жақша, ал мынау минус 3 жауаптың ішіне кіріп тұр, қабылдайды болып тұрғандықтан тік жақша болады. Түсінікті ма? Түсінікті деп ойлаймын тоже. Кеттік, ал келесі. 2 көбейтілген 3х минус 20. Так, жақшаны ашып жазуға болады. Немесе сендер бірден түсінсеңдер болады. Мына 2 менен мына минус 2 қысқарып, тек қана минус қалады оң жағында. Дұрыс па? Сонда 3х азайтылған 20 үлкен немесе тең минус 5х минус 4 болады. Жақша ашылғанда жақшаның сыртында тұрған минус ана плюс 4-ті тоже минус 4 қылдырып жібереді. Дұрыс па? Дұрыс. 3х-ті қалдырам орнында минус 5х-ті плюс 5х қылдырып алып келем. Үлкен немесе тең. Мына жақта минус 4 қалады. Оған минус 20 барған кезде плюс 20 болып барады. 8х үлкен немесе тең 16-дан. Х үлкен немесе тең 2 болады сонда. Бұл жерде ешқандай таңба өзгермейді, өйткені сендер теріс санға бөлген жоқсыңдар. Х үлкен немесе тең 2-ден. Значит, сендер аласыңдар да 2-ні бояйсыңдар тағы да, өйткені үлкен немесе тең деп тұр, 2-ні жауапқа кіргізуге болады. 2-ні белгілейсіңдер да, үлкен сандар, яғни оның оң жағы плюс шексіздікке дейін болады. Дұрыс па? X-тің қабылдайтын мәндері тік жақша 2 плюс шексіздікке дейін жай жақша болады. Түсінікті ма? Келесі. Мына есеп кезінде біздер тоже не істейміз? Көбейтеміз ортақ бөліміне. Бірақ та мына 1,15-ті 0,15-ке көбейткенде неше болатынын білеміз ғой барлығымыз? 3 болатындығын да. Просто 3 болады ол жерде. Сонда мен бұны алып тастап, просто 3 деп жазып қойсам болады ғой негізінде өйстіп. Дұрыс па? Енді барлығын көбейтемін 6-ға. Ортақ бөлім себебі 6-ға тең болып тұр. Мынаны 6-ға көбейтетін болсақ, мына 6 мен 6 қысқарып, просто x минус 3-тің өзі қалады. Мынақа x минус 3 деп жазайын. Мына жерде 6-ға көбейтетін болсақ, 6 менен 3 қысқарып, мына 2 болып барады. Дұрыс па, мынақа? Сонда бұл минус 2 деген сан мына минуспен бірге оқылады. Бұл минус 2-ні мына 2х-қа көбейтсем минус 4х болады.
қазір. Минус 4х болады. Сосын бұл минус 2-ні минус 3-ке көбейтсем, плюс 6 болады екен. Түсінікті ғой? Кіші немесе тең, және де 6 мынағанда көбейтіледі да, минус 18 болу керек мына жағында. Түсінікті ма? Барлығын 6-ға көбейтіп шықтық. X азайтылған 4x нешені береді? Минус 3x-ті береді. Ал енді мына минус 3 пенен плюс 6, ол бізге 3-ті береді ғой. Мына қарай кеткен кезде минус 3 болып келеді да, минус 21 болады. Енді x-тің өзін қалдыру үшін сендер минус 3-ке бөлесіңдер. Теріс санға бөліп жатқандықтан теңсіздіктің таңбасы алмасады да, мына жақта 7 болады. X үлкен немесе тең 7-ден, яғни координаттық сәуледе 7 деген нүктеміз боялады, өйткені 7-нің өзі қабылданып тұр. X үлкен 7-ден 7-нің оң жағындағы сандардың барлығы плюс шексіздікке дейін. X-тің қабылдайтын мәндері 7-ден бастап плюс шексіздікке дейін. Мына жақта жай жақша, мына жақта тік жақша болады. Түсінікті ма? Дұрыс қой? Келесіне 45, 30, 18. Дәл осылай шығарылатын есеп. Оны шығара аласыңдар өздерің. 45, 30, 18. Ортақ бөлімі 90. Барлығын 90-ға көбейтіп, есепті шығарып шығасыңдар. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Так, мына жерде. Так, давайте мына жақта шығара берейік. Тағы да бағанағы шығарған 2-ші ма, 3-ші ма есепке ұқсайды бұл, да? Минустар 2 минус 1-1-мен жойылып кетеді да, мына минустың өзі қалады, дұрыс па? Значит, жауабымыз минус 1 нәрсе болады деген сөз. Үтірден кейінгі цифрлар санаймыз. 1, 2, 3 цифр үстінде, 1, 2 астында. 0-ді тіркейм, сол кезде астында да 3 цифр болады. Дұрыс па? Сонда жақшыларды, үтірлерді алып тастап жазам. 32 көбейтілген 45, көбейтілген 72, бөлінген 36, көбейтілген 90 бола ма? 45 пен 90-ны қысқартамын 2 ғой. 36 мен 72-ні қысқартсам 2, бұл 2-ні мына 2-мен қысқартам. Сонда тек қана минус 32 қалады. Дұрыс па? Жауап Д нұсқасы. Түсінікті ғой? Келесі, мына есеп өте оңай негізінде, тоже 10 секундта шығарып тастауға болатын есеп. Мына жерде бұл 11/8 деген сан. Дұрыс па? Осы 11/8-ге 0/2-ні қоссақ, неше болады? 11/8-ге мына 0/2-ні қоссақ, 12 болады. Дұрыс қой? 12 болады. Сонда мына 36, осы 12-ге бөлініп тұр деген сөз. 3. Значит, бізде 3-тен 2 тұр. Ең басында міне азайтылған. И мынаның барлығы бізде 3-ке тең. 3-тен 2-тен 3-ті азайтатын кезде, біздер мынадан мынаны азайтамыз наоборот, бірақ минуспен жазамыз. Минус 2/3-тен 1 деген сан шығады. Ол міне Б жауабында тұр. Түсінікті ма? Үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен санның таңбасын қоямыз. Мынандай келесі есептер, оңай есептер, өйткені А бөлінген Б 4 бөлінген 7 екені белгілі болса, 4Б минус А өрнегінің мәнін табыңыздар дейді. Бұл жерде А-ның орнына просто 4-ті қоясыңдар, Б-ның орнына 7-ні қоясыңдар да, мына жақта есеп шығарасыңдар. Сонда 4Б дегеніміз ол 28 ғой. А дегеніміз 4, сонда минус 4 жасаймыз да, бөлінген 3. Значит, 24 бөлінген 3, ол 8 деген жауапқа тең болады. Б нұсқасы. Түсінікті ме? Келесі есептер. 34-ші есеп. X тең болады минус 3-ке, Y тең 2 болса. Мына жерге ойланамыз. Мына X-тің орнына минус 3-ті қойып атамыз, қараңдар. X-ті алып тастайым, оның орнына минус 3-ті қойып атам. Сонда бұл минус 3-тің квадраты деген сөз. Түсінікті ме? Бірінші минус 3-ті квадраттап аламыз да, сосын барып оны 3-ке көбейтеміз алдында тұрған. Минус 3-тің квадраты ол минус 3-ті минус 3-ке көбейткен кезде шығады. 9-ды береді. 9-ды 3-ке көбейтсем, сонда 27 болады. Ал мына жақта Y-тің орнына біздер 2-ні қою керек едік. Сондықтан мынау 8 болып кетеді. 27-тен 8 азайтатын болсақ, 19 деген жауап шығады. Келесі. Так, мына өрнектің мәні табу керек. X пен Y-тің мәні берілген болса дейді. Аха. Так, сонда 2xy квадрат. 2-ні көбейтеміз x-ке, значит минус 2-ке. Сосын y-тің квадратына. Тағы да бұл жерде
мына квадрат ол y-тің ғана квадраты болып тұр, болды. X-қа түк қатысы жоқ. X-тің да квадраты болады, егер де былай жақшаның ішінде тұрып, сосын барып квадрат тұрса, онда ол X-тің да квадраты болады. Ал бұл жерде бізде жақша жоқ, түсінікті ме? Сондықтан бұл жерде минус 6-ның ғана квадраты болып саналады. Қосылған x квадрат дейді, значит минус 2-ның квадраты көбейтілген y-ке, яғни минус 6-ға болады. Тең болады. Так, бірінші мынаны орындаймыз, бұл бізде 36-ны береді, жай ғана. Ал мына жерде минус 4 шығады. Минус 4-ті 36-ға көбейтетін болсақ, минус 144 шығады. Мына жерде минус 2-ның квадраты ол жай ғана 4, мынау минус 6, 4-ті минус 6-ға көбейтсек, минус 24 шығады. Бірақ бұл минус 24-тің мына плюспенен ешқандай өзгеріске ұшырамайтындығын білеміз, я? Сонда минус 144 пен минус 24, ол бізге минус 168 деген жауапты береді. А нұсқасы шығады сонда. Түсінікті ма? Так, барлық есепті шығардық, тек мына 30-шы есепті қалдырып кеттік, та? Осыны шығарып өздерің көресіңдер. В принципе, шығара салсақ та болады негізінде. Давайте ал. Барлығын жақшаға аламыз. Ортақ бөлімі 90-ға көбейтеміз. 90 менен 45 қысқарған кезде мына жақта 2 қалады. 90 менен 30 қысқарғанда 3 қалады. 90 менен 18 қысқарғанда 5 қалады, дұрыс па? Сонда 4x азайтылған 2, қосылған 6x қосылған 3, артық немесе тең 5x минус 10 деген шығады. Мыналардың барлығын бейтіп жеке-жеке көбейтіп шықсақ. Дұрыс па? Болды. 4x пен 6x бізге 10x-ті береді, бірақ мына 5x былай қарай келген кезде тек қана 5x қалады. Минус 2 мен плюс 3 бізге 1-ді береді, бірақ ол 1 мынаяққа минус болып барған кезде минус 11 болады. X-ті қалдыратын болсақ, минус 11-ді 5-ке бөлеміз, жай ғана минус 2,2 болады. Бұл Б жауабында тұр. Себебі минус 2,2-ден үлкен немесе тең. Ешқандай қиындығы жоқ есептер. Дұрыстап дайындаламыз, үйге барғасын тағы да қараймыз осы видеоны. Мен қазір загружать етіп қоям. Содан кейін негізінде дұрыстап дайындалған оқушыға 100 балл алуға болады, 100%.